Учитывая, что компания достаточно много ездит в командировки, компания қызметкерлері іс сапарларға көп барады. Өндіріс алаңына келген қызметкер қиындық туындағанда кімнен көмек сұрарын білмей қиналады. Сондықтан біз корпорацияға бірегей телефон орнаттық. Қызметкер қай жерде жүргеніне қарамастан IT қызмет қажет болған жағдайда 1911 нөміріне хабарласа алады. IT маманы оған барып, проблеманы шешіп береді. Этот номер, и к нему подошел бы сотрудник IT, помог решить его проблемы. Бірегей нөмірге Алматы, Астана, Қарағанды және Шығыс Қазақстан аймақтарындағы өндіріс орындары қосылды. Жуырда оған Жезқазғандағы өндіріс алаңдары да қосылмақ. Орталық мамандардың айтуынша көбіне оларға хабарласқан қызметкерлер электронды пошта, бағдарламалық қамсыздандыру, кеңсе техникасына қатысты мәселелер немесе есеп жазбасының паролін қалпына келтіру мәселелері жөнінде көмек сұрайды. Қазір белгілі бір IT көмек көрсету туралы өтініштерді екі түрлі әдіспен 1911 бірегей нөміріне қоңырау шалу немесе арнайы порталға кіру арқылы беруге болады. У каждого сотрудника на рабочем столе установлен ярлык. Әр қызметкердің компьютеріндегі жұмыс үстелінде сервис диск деген таңба орнатылған. Оны ашқан қызметкер логині мен паролін жазып, жаңа өтінім дегенді басады және өтінішті рәсімдейді. Ол өз өтінішін менің өтініштерім деген қосымша арқылы бақылай алады. Контролировать запросы через такую же вкладку «Мои запросы». Әр өтінішті қанағаттандыруға ақпараттық технологиялар саласы мамандарына белгілі бір уақыт беріледі. Ол топта қолданылатын IT қызмет топтамасын сараптау мен жетілдіру нәтижесінде есеп шығарылған. IT қолдау орталығына берілген кез келген өтініш 3 кезеңнен өтеді. Бірінші, жеке кабинетке қалдырған өтініш немесе қоңырау шалу. Екінші, пайдаланушыларды қолдау бөлімі қызметкерлерінің өтінішті қарауы. Егер олар проблеманы белгілі бір себептерге байланысты өздері шеше алмаған жағдайда өтініш жүйе әкімшілеріне жөнелтіледі. Қалай болғанда да өтініш білдірген қызметкерге оның орындалғаны туралы электронды хат жолданады. Возможно, мы будем внедрять уже такую услугу, когда алдағы уақытта өтінішті дауыс поштасы арқылы жазып, диспетчерге жолдауға мүмкіндік беретін қызмет түрін іске қосуымыз мүмкін. Бұл жақын келешектің еншісіндегі мәселе. Это вопросы ближайшего будущего.